Алақандай ауылдың шеткі көшесіндегі бос тұрған үйге екі баласы бар Әйкен атты әйел көшіп келді. Әйел деп даралап айтып отырғанынан ақ күйеуі жоқ екен бағамдап отырған боларсыз. Ал күйеуі жоқ екен деген сөз еркектің де, сол еркектің үйіндегі әйелдің де мазасын қашыратыны сөзсіз. Еркек деп әдейі айтып отырмын. Қазақта жігіт, ер азамат деген сөздер баршылық. Ол сөздерді бұл жерде қолдану орынсыз. Осы бір еркек деген сөздің о баста қадірі болса болған-ақ шығар. Уәдесін орындаған, сөзінде тұрған, ерлік жасаған адам еркек деген сөзсіз. Бұл күнде бұл атаудың қадірі жоқ. Аяқты алшаң басқанның, талтаңдағанның бәрі еркек. Оның үстіне итті де еркек, ұрғашы деп бөледі емес пе? Сол себепті де мен бұл жерге еркек сөзін арзандаған мағынасында қолданып отырмын. Иә, шет көшедегі шеткер үйге жесір әйелдің көшіп келгені ауыл азаматтарының, жігіттерінің емес, дәп осы еркектерінің мазасын қашырды. Өзі өңді, керім келіншек болып шықты. Жасы 30-дан асып 40-қа таяп қалған көрінеді. 18-де дерлік келіншектің нақты жасын айту қиын-ақ енді. Мамандығы тіс дәрігер екен. Ауылға жаңа салынған ауруханада ауданнан жіберілген екен. Еркектердің неге мазасызатыны белгілі. Сол баяғы жабайы инстинкт. Ал әйелдердікі не? Соқыр болғанда да көрсоқыр, қызғаныш. Ол әйел кім? Қандай адам? Ақылды ма, ақымақ ма, салихалы ма, жеңілтек пе, қарап жатпайды. Дұрыстап қадағаламаса тап қазір байын тартып алардай қызғанады. Бұл өзі бұрыннан келе жатқан пәлелі нәрсе. Қауіп қоңыз қонғандай, қатар төнгендей болғандарын қарашы. Әйткенді бауырлары көшіріп әкеліп орналастырып кеткен. Дегенмен жаңа орнығып жатқан адамның қайбір дүниесі түгел бола қойсын. Оны мұны керек болып қалады. Сондайда көрші отырған Кәдірбектің үйіне 8 жастағы үлкен баласы жүгіртеді. Аралас құраластың басы солай басталды. Еркек қол керек кезде көмек сұрады. Кәден қолынан келгенін аянбайтын жігіт жасап ақ берді. Кәдірбек жігіттің жақсысы. Құдайға шүкір, балпанақтай сары қарын қатыны мен сол қатыны туып берген 4 баласын өсіріп, ұйып отырған отбасы. Әлі күнге махорка орып тартатыны болмаса жаман әдеттен ада күде. Әйелінің де адамдығы ғой. Көшіп келген күннің ертеңінде ақ Әйкенді 2 баласымен қосып ерулікке шақырып қонақ қылған. Туысқандықты солай бастап келіп жіберген. Бала болғасын тәтті жемей тұра ма? Тәтті жеген баланың тісі құрттамай ма дейсіз? Осы тұрғыдан алғанда Кәденнің әйелі Құдайым берді деп жүрді. Ал Кәден тісін көрсетуге намыстанды. 30 жыл шеккен темекі оның тістерін сарғыш қоңыр қылып бітірген. Дүйсенбі күні түс әлетінде ауыл әкімдігіне жиналыс болды. Ауыл активті жаңа келген дәрігермен танысты. Жиынды әкімнің өзі жүргізді. Бұрынғы тіс дәрігеріміз қалаға көшіп кеткелі бері 10 жыл болды. Оның өзі қатырмайтын. Тісім ауырды деп бара қалған адам болса, емдеудің орнына ауырған тісін қолына ұстатып қоя беретін. Сол себепті де ауыл азаматтарының көбінің аузы үңірейіп қалған. Біз секілді мүмкіндігі барлар қалаға барып емделіп жүрдік. Бірақ елдің бәрі біз емес қой. Енді міне, жаңа ауруханаға салынып, өзіңіздей білікті мамандармен толығып жатыр. Ендігі үміт өзіңізде деді. Ауылдастар бірден түскен тістері бүтінделіп кеткенде қуана қол соқты. Шындығында бұл ауылдың адамдар тіс ауруының зардабын бір кісідей тартқан. Баяғы манап дәрігер де жақсы екен. Емдемесе де ауруын айықтырып, бір жола жұлып тастайтын. Ол кеткелі бері тіс ауырған адам ем-домдарын өздері жасаудың жолына көшкен. Емнің де небір түрін тапты. Ауруды басудың ауызды тұзды шаюмен, тістің құрт түскен қуысына шегілген шылымның сүзгісін қою, 12 вольтты тоқпен ұрғызу сынды небір тәсілдерін жасап жүре беретін. Балалар аналген ішіп, үлкендерді қырлы стаканмен ащы су тартып жататын. Енді міне, Құдай жарылқап, білікті маман жақсы дәрігер келіп жатыр. Жиын соңында жас дәрігердің өзі сөз алды. Мен түсіп қалған тістеріңіздің орнын толтырып бере алмаймын, бірақ барлық аурудың алдын аламыз. Әсіресе өсіп келе жатқан жас балдардың денсаулығын сақтауымыз керек деді. Не керек? Алғашқы күннен ақ жас дәрігердің алды босамады. Аудан орталығында әрідегі қалаға жете алмай жүрген бейбақтардың бір үлкенді кіші балаларын жетелей жөнелді. Мектеп бітіргеннен кейін үйленіп жүріп қалған сүрбойдақтар өз аяқтарымен барды. Көрікті келіншекке жақындай түсіп, ауыздарының суы құриды. Кейде 1-2 күн қатарынан тоқтамай жауған ақ жауынның артынан жарқ етіп күннің шыға келетіні бар ғой. Айнала бірден шуаққа бөленіп нұрға толып кететін. Мына келіншектің келгенде сондай болды. Ауыл жап-жарық болып кетті. Өзде бір күні сынды жап-жарық ақшыл сары келіншек айналасына сәуле шашып тұрады. Келіншектің көркемдігі туралы әңгіме желді есті. Шүкір, әзірше жаманаты жоқ. Күйеу қайтыс болған ба екен, айырылысқан ба екен деген қызығушылар да жоқ емес.
Айналайындар-ау, оның сендерге не қатысы бар? Күйеуі қайтыс болса тағдырдың жазғанына көнген бейбақ та, айырылысқан болса бұзылған болып шыға ма? Айырылысты десе неге айырылысты екен деген оған да бас қатырмақсыңдар ма? Сұлулыққа біртүрлі мыс болады емес пе? Әркім жөні жоқ қыз жақтай алмайды, себепсіз жақындамайды, әрдеңені әңгіме қылып кететіндей, бұрыннан бірге тұратын ауылдаста емес, қазірге тіл қатысқандар әкім бастаған кәден қостаған бірді-екілі адамдар ғана. Айтпақшы, бастауыш сыныпта оқитын екі баласын орналастыруға барғанда директормен жолыққан. Директор жас жігіт еді. Ол да өзін көрсетіп қалуға тырысып бақты. Өзінің айтысына қарағанда қалада тұратын ақ жігіт көрінеді. Оған мүмкіндігі де бар екен. Тек елге жаны ашығандықтан мектептегі білім сапасын арттыру үшін, болашақ ұрпақ үшін ғана тұрып жатса керек. Осы айтқандарды рас болса, азамат ақ дерсің. Қайдам, білім сапасы деме, Құдай-ау, арттырам десе директор болып отырған осы 6 жылда арттырып-ақ жіберер еді ғой. Екі балалы жалғызбасты келіншекке қызығатындардың қатары көп. Бәрі бір-бірінен жасырған білімдерген болды. Бір қызығы ешкімнен опа жоқ. Отбасылы еркектердің жайы белгілі. Бойдақтардың да қылар қайраны жоқ. Екі балалы келіншекті кім олар қалдыра қойыпты? Есекке теріс мінгізіп жіберер. Сонда бұларға не керек? Иектері неге қышып жүр? Ұқсан бұйырмасын. Бәрі де әйтеуір бір түрлі қарайды. Өтіп бара жатқанында ұрланып, көз сүзіп қарайтындары кемде-кем. Ауылдың ортасында қатар-қатар тұрған 4 дүкен бар. 3-еуін әйел адам, 1-еуін Сержан деген ер адам ұстайды. Әйкен бір күні қажет нәрселерін түгендеу үшін сол дүкендерді сүзіп шықты. Бағаларын салыстырып, арзан тауардың сапасы жақсы дегеннен сауда жасамақ болды. 3 әйел қалай бар солай көрсетті. Ал Сержан әр заттың бағасын арзандатып айтты. Кейбір затты тіпті қаладан алған бағасынан да түсіріңкіреп айтып жіберді-ау деймін. Ой Аллай, бұрын дәл бұндай жанашыр емес еді, тіпті 10 теңге түсірмейтін. Әйкен әрине бағасы арзан болғандықтан сол Сержанның сауда жасады. Алған заттар тым ауырлап бара жатқасын, Секең есіктің алдында тұрған Ауди 100 көлігін зыр еткізіп жеткізіп бере салды. Әкетіп бара жатып, бізде доставка бесплатно деп мұртынан күліп қойды. Айналайын-ау, жеткізу шынымен тегін болса, анау 70-80 жастағы апаларының алған дүниесін неге жеткізіп бермейсің? Оң келіп оларлық оны мұнсын мықшыңдап көтеріп бара жатқанда WhatsApp'тан келген уағыздарыңды тыңдап отыра беруші едің ғой. Жеткізіп берсеңші деп өтініш қылғандар болса, апа дүкенді жабуға болмайды. Время деньги деп бедірейіп тұрған сәттеріңше, енді келіп қайырымды бола қалыпты. Келіншек оның әңгімесін өтірік деп ойлаған жоқ. Осылай болу қалыпты нәрсе сияқты. Алған заттарын үйіне жеткізіп бергенінде де тұрған ештеңе жоқ. Ал ауылдағы әйелдер үшін бұл деген сұмдық. Сержан артқы орындықта отырған Әйкенге ішкі айна арқылы көз алмай қара келе жатып, көлігін соғып ала жаздаған тағы бар. Ауылда әңгіме жата ма? Бұл келіншек неге Сержанға жүрсек болып алды? Ондағы бар зат бізде де сол бағада тұр. Сержан неге оны үйіне жеткізіп тастағыш дейді ғой, бәсекелес қатындар. Оның да шеті шықты. Әйкен бір күні Сержанның дүкенінде жоқ дүниені іздеп көрші тұрған шағын маркетке кірген. Соның сатушысы базына қылып айтты. Бізге де кіріп тұрсаңшы, бізде де жақсы тауарлар бар деді сатушы әйел. Әйкен, әрине келіп тұрайын, бірақ сіздердікі қымбаттау, бір айлыққа қарап отырғасын үнемдігіміз келеді деп жауап қайырды. Сонда Сержанның дүкені біздікінен арзан дегіңіз келе ме? Қойыңыз, қымбат болмаса арзан емес дейді анау, нық сенімен. Расымен көп арзан. Мысалға сіздегі мына май 650 теңге болса, ол кісі де 500 теңгеден дейді бұл. Содан ақ белгілі болды. Бәсе деді ішінен бетін шымшып тұрып. Оңбаған Сержан, бір әйел білген сырды бүкіл ауылға жайылды дей беріңіз. Біреуден біреу естіп, бұл әңгіме ақыр Сержанның әйелінен жетіп тынады. Соның ертесі күні Сержанның дүкені ашылмады. Қалаға тауарға кетіпті дейді. Құдай білсін. Ауруханада таблетка аталып кеткен УАЗ автокөлігі бар еді. Ауыл тұрғындар қатты ауруға шалдыққан жағдайда аудандық ауруханаға жеткізуге арналған. Соның жүргізушісі бір күні ауыл активін қонаққа шақырды. Әкімнің жасырын тапсырмасы екен. Өздері отырып шай үстінде әңгіме қылып, келіншекпен кеңірек таныспақ ниет сол. Кімдерді шақыру керек екенін, қай күнге шақыру керегін де әкім өзгер белгілеп беріпті. Әкімнің өз мектебі директорлығы, балабақша меңгерушісі, учаскелік полиция бөлімшесінің лейтенанты, мәдениет үйінің қызметкері сынды азғантай адам шақыр деген. Балабақша меңгерушісі әйел адам. Оны қосқан себебі кілең еркектер жиналыпты деген сөзден қашқаны. Мектеп директоры алдын кеспейтін інісі. Мәдениет үйінің қызметкері кепкен ағашын сабалап ән салып көңілдерін көтеретін анық. Лейтенантты да сондай бір есеппен шақырған. Қорыта айтқанда сол ауыл активі жиналған есеп. Қысқасы ауыл имамынан басқасы осында. Имамды айт мейрамдарда, наурыз мерекесінде шақырған болмаса көп жағдайда қоса бермейді.
Мынандай отырысқа мүлде жолатпайтыны анық. Ерулік деген аты болмаса еркін отырыс қой. Ел деп шапқылап жүрген азаматтардың бір уақыт демалуы деген келер. Бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Бірақ ана ноқалай шопыр бәрін білдіріпті. Шақыр деген қонақтарын әйелдермен қосып шақырып тастапты. Әкімнің өзі сол күні аудандағы жиынға кеткен. Шақырылған уақытта туралап келді. Бұл уақытта қонақтар жиналып қойған екен. Әкімнің келуін ғана күтіп абың-күбің әңгімемен отырған. Әкім кіріп келіп көз шарасынан шыға жаздайды. Бәрі әйелдермен келіпті. Ана ноқалайда еш жоқ. Жеңгем қайда, неге жалғыз жүрсіз дейді. Әкім бірден есін жинап алды. Кем аудан басқарыларға әккілігі бар адам. Негізгі ауылға қор болып жүр. Сол әккілігіне салып білдірмеді. Әй, қонақты шақырған өзің ғой, шақырмап бедің. Ой аға, мен өзіңіз ерте келер деп ойлағам. Қазір машинамен барып зыр етіп әкеле қойын деп анау жік жапар бола қалды. Жарайды, әбден тақалғанда жүре ғой дегеніңіз ыңғайсыз болар. Мен ылғи ат үстінде салт жүретін болғандықтан жеңгең де үйреніп қалған. Өзіміз отыра берейік деді. Шопыр жігіт жақсы дайындалыпты. Дастарханды молынан жасаған, ішімдіктің де жақсы қойылған. Бірақ арқа жаққа отыратын ақ жөндер еді. Ендігі отырыстары мынау, бірін-бір аңдып. Әйелдердің бәрі күйеулерін бағып отыр. Күйеулер де әйелдерінің қабағынан ығып, тәртіпті бағила образына еніп алған. Әзіл қалжың аздау, бір сыдырғы әңгіме. Біреудің бір нәрсе білдіре қоймайтыны анық. Бірақ өзара әзілдесіп қауқылдасып отырса да жақсы болар еді. Мынау бір кәдімгі соғым басы болды да қалды. Тілектің бәрі Әйкенге арналды. Қолдан келер барлық жақсылықты Әйкенге жасалмақ. Әйкен. Әйелдердің табиғаты қызық, жалғыз басты әйел көрсе жиырыла қалатындар несі екен? Еркек деген сұлулыққа құштар неме? Ол қарайды, қызығады, бірге отырған мәртебесін санайды. Онда тұрған не бар? Сенің күйеуің ұнатты екен деп құлай кетеді деймісің? Ондай арзан келіншек екен сен қайдан білдің? Әйкен олардың жаман күйеулерінің бірін місіне тұтатын емес. Өзімен өз жүрген адам. Ал аналар өздерімен өздері әлек. Ана жақта Сержанның өзінің үйі, өздерінің шырқын өздері бұзып отыр. Сержандікіндей мысалдар баршылық. Таудан отын жеткізіп берген шопыр жігіт Әйкеннің үйіне кіріп шай іше қойған екен. Ол да біраз әңгіме болды. Ауылдың шетінде тереңдігі адам бойынан асатын өзен бар еді. Жүзе білетін жігіттер түсіп жататын. Әйкен бір күні сол өзенге шомылуға барды. Сыртқы жұқалтан көйлегін шешіп, суға түсуге арналған іш киіммен суға көміп берді. Судан шыққасын жайылған орамалға етпетінен жатты. Мәрмәр денесі күнге шағылысып жарқырап жатты. Дүние тына қалды. Сонда жүрген бірді-екілі жігіт 4-5 бала тілдерін жұтып қойды. Әйкеннің бұл қылығы өз ұғымында ешқандай тәртіпсіздік емес, еш сөкеттігі жоқ. Шет елдерді былай қойғанда анау Алакөлде бердегі Қапшағайда әйелдер осылай суға түседі. Жағада күнге қыздырынып жатады. Сол сияқты нәрсе бұл. Әйкен сондай көлдердің талайында болған, солай суға түскен. Сонда ол жақта ұят емес нәрсе, бұл жақта неге ұят болу керек? Иә, Әйкен үшін жай нәрсе болғанмен, ауыл үшін бомба түскендей болды. Өйткені бұл ауылдың әйелдері суға түспейді. Түсе қалды, бірді-екілі әйелдер көйлекпен түседі. Ал мынандай жалаңаш деуге келерлік жағдайға түсу деген сұмдық жағдай. Жігіт желең жасырына қарап қалғанмен, шок алған ұсақ балалар ауылға тұра жүгірді дейсің. Тіс дәрігер елдің көзінше жалаңаш денесімен суға түсіп жүр. Еркектер апырай десіп әйелдер беттерін шымшып кетті. Бұл деген не сұмдық? Бұзылған қатын болып жүрмесін. Өзен жағасынан әріректе қой бағып жүрген қойшыбай шал дүрбі салып көз зинасына мейлінше батты. Келіншек өзенге қайыра түсіп жүзіп бара жатқанда да соңында тұрған жігіттің бірі, ол жаққа қалай бармаңыз, иірім бар ғой, тартып кетеді деп есі шықты. Иә, байқамаса иірім тартып кетеді. Иірім Әйкен, иірім сезім, иірім ауыл адамдары, иірім өсек аяң пыш-пыш әңгіме. Әйкен сол иірімге қарай жүзіп бара жатып, Мұқағалидың 2 жол өлеңін есіне түсірді. Жауыздық біткен менмен ғана бір өлсе, бүгін ақ өліп кетерем.